Қайырлы күн, оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өз ойыным. Сабақта үйренетініміз өз сценарийіміз бойынша ойын жасау, ойынымыздың скриптін жазу. Бүгінгі тақырыпқа байланысты сөздікті дәптерімізге жазып алайық. Өз ойыным, своя игра, my game. Балалар, Scratch бағдарламасында сіздерге белгілі әртүрлі ойындарды, жобаларды жасауға болады. Ойын құру үшін бізге сценарий керек. Сценарий дегеніміз әрбір сахнаның, кейіпкер диалогының және нысандардың мінез құлқының толық сипаттамасы. Енді мысал ретінде өз ойынымыздың сценарийін құрастырып көрелік. Бірінші ойынның тақырыбын аламыз. Біздің ойынның аты жемістерді жинайық ойыны. Ойын шарты: себетке жемістерді жылдам жинап алу керек. Жинау үшін себетті тінтуірдің көмегімен жылжытып себетке дәл түсіруіміз керек. Үшінші, оннан көп жеміс жинау. Төртінші, берілген уақытта үлгеріп жинайтын болса, кейіпкеріміз меруерт бізге жеңіске жеткенімізді хабарлайды. Берілген уақытта жинай алмасақ, жеңілгені туралы хабарлама шығады. Scratch бағдарламасында жасап көрелік. Ол үшін Google браузерінің іздеу жолағына онлайн Scratch деп жазамыз. Бірінші тұрған Scratch'ті басамыз. Және создавай батырмасын басамыз. Бізге сценарий бойынша ойынымызға меруерт және алмас есімді спрайттеріміз қажет. Сондықтан мысық спрайтын корзина батырмасын басу арқылы жоямыз. Және спрайтты таңдау батырмасы арқылы Scratch'тағы кітапханадан меруертті таңдаймыз. Меруертті Әббиді таңдаймыз. Келесі алмасты таңдаймыз. Яғни бізде екі спрайтымыз бар. Енді артқы фонға Scratch кітапханасынан табиғатты таңдап аламыз. Табиғатымызды алды, қыз бен ұлымыз бар. Енді бізге керек жеміс және корзина керек. Ол үшін Scratch кітапханасына кіреміз. Және бізге керегі себет және алма, яғни эдаға басамыз. Бізге apple және корзина керек. Боул, иә. Енді біз қазір Apple спрайтын белгілеп аламыз көк белгішемен. Және костюмы батырмасына басамыз. Және төменгі жақта спрайт таңдау батырмасын басамыз. Яғни біз бұл батырма арқылы спрайтты кітапханадан таңдаймыз. Яғни Scratch кітапханасынан біз Appleға костюм ретінде жемістерді таңдайтын боламыз. Бірінші бананды алайық. Бұл бізде бірінші костюм. Келесі костюм. Тағы да спрайт таңдау батырмасына барамыз. Тағам бөлімін таңдаймыз.
келесі біз арбузды аламыз, яғни қарбызды аламыз. Және келесі апельсин аламыз. Құлпынайды алатын боламыз. Енді берілген кейіпкерлерімізге скрипт жазып көрейік. Ол үшін төменгі жақтағы спрайтымызды көк белгіші арқылы белгілеп аламыз. Бірінші біз меруертті белгілейміз. Меруерт жасыл басқан кезде сәлем сөзін 2 секунд бойы айтып тұру керек. Және маған жеміс жинауға көмектесші сөзін 2 секунд бойы айту керек. Және 1 секунд бойы күтіп, әрқашан қайталайды. Егер де біздің ұпай деген айнымалымыз -1-ге тең болса, ол ұтылдың дегенді айтады. Ал деген ұпай деген айнымалымыз 9-дан жоғары болса, жарайсың дегенді айтатын болады. Ұпайды, яғни айнымалыны құру үшін айнымалы бөліміне барып, создать переменную батырмасын басып, айнымалының атын бересіз. Мен ұпай деп бердім. Кез келген, мысалға біреуі балл деп те берулеріңізге болады. Және готово батырмасын басып, окей батырмасын басасыздар. Келесі ойынымызды іске қосып көрейік. Ол үшін экранның жоғарғы жағындағы үлкейту батырмасын қосыңыздар. Және жасыл туды басамыз. Жасыл туды басқанда бізде сәлем деді, көмектесші деді. Енді бізде жемістер шығады, жақсы деді. Жемістерді міне себет арқылы, бауыр арқылы біз қағып алуымыз керек. Ұпайлар да осыған байланысты өзгереді. Тапсырма: өз ойыныңның тақырыбын қойып, ойынның шартын құрастырып жаз.